Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен дәрумендерге толы салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл салатымыз 3 қана заттан тұрады, өте жеңіл әрі тез дайындалады. Құрамына керекті заттар алма, мейіз және де қызылша қажет болады. Қызылшамызды алдын ала қайнатып алып және сыртқы қабығын тазалап, видеода көріп тұрғандарыңыздай турап шығамыз. Міне достар, дәл осылай турап алатын боламыз. Және де алмамыздың сыртқы қабығын ашып, алмамызды да дәл солай турап шығамыз. Міне достар, алмамызды турап алдық. Бізде қызылшамызда, алмамызда да, мейізімізде де өте дәрумендерге толы. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Мейізімізді де дәл солай видеода көріп тұрғандарыңыздай турап шықтық. Егер сіздерде ұсақ болатын болса, турамай-ақ қойсаңыздар да болады. Мендегі мейіздер ірі болғандықтан турап шықтым. Барлығын ыдысымызға салып, майонезімізді қосып жақсылап араластырып алып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге де міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.